Сәлем достар, бүгін сіздермен Сара. Бүгін сіздермен осындай керемет болып шығатын пирожныйлардың рецептімен бөлісетін боламын. Соңына дейін менімен бірге болып қолдап отырыңыздар. Міндетті түрде подписаться батырмасын басыңыздар. Ал ендеше бастаймыз. Алдымен 5 жұмыртқамызды, оның үстіне қантымыздың үстіне жарты шайны ложка тұзымызды салып, аппақ болып 2-3 есе көтерілгенше миксерлеп алатын боламыз. Миксерлеген кезде асығудың қажеті жоқ, кемінде 10-15 минуттай осылай миксерлеп аламыз. Миксердің жылдамдығы әртүрлі, сондықтан 2-3 есе болғанша миксерлейміз. Кейіннен ұнымыздың үстіне қопсытқышымызды салып, осылай електен өткізіп, 2-3 бөлікке бөліп, осылай миксерлеп аламыз. Міне бізде осылай көпіріп ағарды. Енді оның үстіне сұйық майымызды қосып, осындай лопатканың көмегімен немесе қасықтың көмегімен астынан үстіне қарай осылай біркелкі болғанша араластырып аламыз. Міне бізде біркелкі болды. Енді қайнаған ақ суымызды мұздай емес жылылау қылып, ақ суымызды құйып, қайта біркелкі болғанша араластырамыз. Міне біздің массамыз осындай болды. Алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста 20-25 минут осы массамызды пісіріп аламыз. Менің видеоларым өз пайдаңызға жарап жатқан болса, қазақша каналымның дамуына өз үлесіңізді қосып, подписаться батырмасын басып, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді жазып қалдырыңыздар. Менде алда өте көп рецепттер болады. Міне осылай піскенін осы таяқшамен тексеріп алатын боламыз. Құрғақ болып шығуы керек. Енді оны суытамын дегенше осылай креміне жасап алатын боламыз. Креміне бөлме температурасында тұрған сары майды алдын ала миксерлеп аламыз. Міне осылай миксерленіп болғаннан соң температурасы да бөлме температурасында тұрған сгущенкамызды құйып, екеуі біркелкі болғанынша крем жасап алатын боламыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз басқаша крем қолданамыз десеңіздер, өздеріңіз білесіздер. Міне осылай шықты. Креміміз өте нәзік болып шығады. Өте дәмді болады. Ең оңай кремдердің бірі. Ал енді суытып алған кождарымызды осылай өздеріңізде қандай зат бар, сомен бөле берулеріңізге болады. Мен осындай бокалды қолдандым. Осылай барлығын бөліп шығамыз. Қалған бөлігін біз блендердің көмегімен немесе қолымызбен ұсатып аламыз. Ол бізге қазір безек үшін қажет болады. Ал енді пирожныйларымызды жинауға кірісеміз. Алдымен ортасына осылай кремімізді жағамыз. Екінші бөлігін қойып, шет-шетіне де кремімізді жағып шығамыз. Міне осылай видеодағыдай жаңағы үгітіп алған кождарымызды шет-шетіне сәндеу үшін жағатын боламыз. Егер де сіздерге бұл жол ұнамаса, 4 бұрышты қылып кесіп, сыртына шоколад құйып безендірсеңіздер де болады. Ол өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты. Мен осылай безеп қоя салдым. Бұл да әдемі дәмді болып шығады. Маңыздысы дәмі өте керемет болып шығады. Міне дәл осылай барлық пирожныйларымызға кремін жағып, осылай құрастырып шығамыз. Міне біздің пирожныйларымыз дайын. Менде осындай 7 пирожный шықты. Өте керемет болып шығады. Өздеріңіздің қалауларыңыз 4 бұрышты болып кессеңіздер, бұдан да көп шығады. Үгітіңіздің орнына шоколад пайдансаңыздар болады.
Менің видеоларым өз пайдасын тигізсе, алда өте көп видеолар болады, маған тіркелуді ұмытпаңыз.